ата енемнің діни сауаты жоқ дейді, орамал таққанға жаман қарайды. Діни сауат не соншама бәрінің сенде бар ма не? Неге сен ата енеңді үйіп сөгесің? Сіздің не діни сауатыңыз соншама асып бара жатыр ма не одан? Орамал тағу үшін діни сауаттың керегі жоқ жан. Құдайдан қорқу ғана керек болды. Сіз неге үлкен кісілерді сауатсыз деп сөгіп тұрсыз? Сонда не өзіңді жоғары көріп тұрғаның ғой? Сен қазір орамал тақсаң да өзгермейсің мына түріңмен. Неге? Мен олардың сауаты жоқ. Сауатың мені 4 рет тыңдап, жаңағы марқұм Абдығапар ұстазы 5 рет тыңдап, тағы біреуді 20 рет тыңдағаннан кейін біліміңіз көтеріліп кетеді деп отырсыз ба не? Дұрыс емес сенікі. Солар сауаты жоқ болса да, сені осы келін қылып отыр. Сені солардың сауаты жоқ болса да, сауатсыз кісілерден сауатты сенің күйеуің туылып отыр, айналайын. Бұл не сөз? Сауатты болғандар не? Күшті болып жатыр ма? Бір көріп жүрміз сауаттылардың не істеп жүрген. Қалай? Олай жасама жаным. Сауаттылық бұл жерде қарамайды. Қой, сенікі дұрыс емес. Сен 100 жерден сауатты болсаң да, бұл сауаттылық емес, уже тәкаппарлық деген сөз. Сауатты адам ешқашан ананікі қате, мынанікі қате деп чұқымайды жаным. Дұрыс емес сенікі. Сауатты адам біреуді чұқып төмен түсірмейді. Ол орамалға қарсы болса, олар өздері жауап береді. Значит, сен орамалдың жақсы жағын көрсете алмайсың. Ол кінәні өзіңнен ізде, олардан іздеме. Сен өзіңнен ізде. Значит, сен орамалдың игілі жағын көрсете алмайсың. Жақсы жағын көрсету керек. Орамалдың мына жағы бар ғой, мінез, құлық, әдеп, ақлақ деген, тола. Құлшылықпен жетпеген ұлы дәрежеге құлшылықпен адам мінезбен де жете алады сондай мақамға. Сондай дәрежеге Құдай тағала берсе, мінезбен де жетесің Алтынбай. Ол дұрыс емес сенікі. Ол солар сол сауаты жоқ болып тұрып, осы дәрежеге Құдай жеткізді оны. Қой, үйтіп айтпа жан. Олай жасама Алтыным.